Достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шие қосылған тәтті рогаликтердің рецептімен бөлісетін боламын сіздермен. Егер ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Алдымен салманы дайындап аламыз. Бізге ол үшін шие қажет. Мен бұл жерде мұздатылған шиені пайдаландым. Және секер крахмал қажет. Жай отқа қойып, крахмал мен қанттың бір бөлігін араластырамыз да, оны шиеге салып, барлығын араластырып отырып, қайнатып аламыз. Ал салмасына бізге бөлме температурасында сары май, қаймақ, ұн, ас содасы және қанттың ұнтағы қажет болады, және уксус керек. Енді қамырымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін ертілген майды табаға салып, үстінен қан ұнтағын саламыз да, оны миксермен араластыра отырамыз. Бұл рогаликтердің рецептісін мен описаниеде толықтай қалдыратын боламын. Жасап көріңіздер, керемет дәмді болып шығады. Маймен қантты араластырып болғаннан кейін үстіне қаймақ салып, бір келкі болғанша тағы да миксермен араластырып отырамыз. Енді ас содасын уксуспен гайстетіп отырып, онда қамырға салып жібереміз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ас содасының орнына сіздер разрыхлительді де салуға болады. Келесі ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, жұмсақ, қолға жауыспайтын қамыр илеп аламыз. Бұл жерде ұндар әртүрлі болады, сол себептен плюс-минус 50-100 грамдай артық немесе кем болуы мүмкін. Ал әзірше қамырымыз иленіп болғанша мен сіздерге құлақ қағыс айтайын. Менің каналымда берілген рецепттердің барлығы жай рецепттер емес. Мен оны ең белгілі топ кондитерлермен, шеф-поварлардан алғанмын. Және өзім жасап сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Сол себепті маған жазылып алсаңыздар, және осы рецепттермен бірден дәл сол рецепт бойынша жасасаңыздар 100% шығады. Мен оған кепілдік беремін. Қамырымызды бірден қатайтпай, осылай жаймен иін қандырып аламыз. Өте жұмсақ қамыр шығуы керек. Дайын болған қамырды жарты немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Сонда оның майы қатып, жұмыс жасауға өте ыңғайлы болады. Арада жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып, 6 бөлікке бөліп алдым. Және осылай илеп жайып аламыз. Рогаликтеріміздің формасын әдемі және бірдей болу үшін осылай формамен тегістеп қиып аламыз да, оны 8 бөлікке бөліп аламыз. Осылай бәрін бөліп алдық. Енді жаңа салмасын, шиеден жасалған вареньемізді салып шығамыз. Рогаликтеріміздің екі жағын міне осылай түйіп аламыз. Сол кезде піскен кезде начинкасы сыртына шығып кетпейтін етіп
Бірақ та крахмал қосылғаннан кейін начинкасы өте қою болады. Сол себепті шыға қоймайды негізі. Қалған бөліктерінде дәл солай етіп барлығынан рогаликтер жасап шығамыз. Осы мөлшерлемемен примерно 1 килограмм кило 200 рогаликтер шығады. Дайын болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180-200 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің рогаликтеріміз дайын болды. Ыстық күйінде суып қалмау керек. Ыстық күйінде қант ұнтағына, яғни сахарный пудраға бір жеңілдеу қылып аунатып аламыз. Өте сондай жұмсақ, ауызда ерейтіндей болып шығады. Мінекей, мына жерде мен ортасын көрсетіп жатырмын. Сондай керемет өте. Жасап көріңіздер. Шие қосылған рогаликтеріміз дайын болды. Осылай шығады. Өте керемет, шайға немесе қонаққа тәттілердің бір түрі ретінде пісірсеңіздер, өкінбейсіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Кездескенше.